Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, бүгін бізге өте керемет, үлкен тапсырыс келіп тұр. Әрине Алиэкспресс сайтынан, Қытайдан осы тапсырыс келіп тұр. Бұл міне өте керемет деп айта бермей қойын, өте жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Кеттік, ашайық қазір, распаковка жасайық. Міне қазір оппана керемет. Өзім осыны қанша күттім достар. Жоқ, қанша емес, айтпақшы сіздерге келген күнін айтып берейін. Достар, бұл міне вообще миға қонымсыз 14 күнде келіп тұр. Бұл деген енді бір жағынан мен бірақ 100 рубльдай ма доставкасын төлеген болатынмын. Соның көмегі де болуы мүмкін. Жалпы соның арқасында негізі тез келетіні, және де қымбат тауар болғасын ба? Ойнайтын. Жалпы негізі доставканың арқасында ондай қымбат затқа қарамайды, тек доставкасына қарайды. Доставкасы ақша төленіп, әкелетін адамдар тез әкеле ма, сондай бірдеңе. Әлде әртүрлі доставщиктер бар, әкелетін. Білмеймін, аттарын білмеймін. Сол әрқайсысы әртүрлі әкеледі. Біреуі бар, МС дей ма, сондай жай әкеледі, сондай түрлі-түрлісі бар. Ал міне көрейік, ал. Бісміллә дейік. Қанша күттім. Осы барлығын ютубтың арқасында алып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Так, бісміллә дейік. Оп. Холля. Мына ішінде тағы да біреу бар. Так, көреміз қазір, барлығын айтып беретін боламын сіздерге қалай екенін. Оппана. Бісміллә. О, өте керемет. Мен тез-тез шығарғым келіп отыр достар. Көрейік қазір. Бісміллә. Міне мынау қазір джойстик. Джойстик геймпад, қалай айтсаңыздар да өздеріңіз біліңіздер. Міне өзінің мануалы. Әрине бізге сүйікті Қытай тілімізде. Так, міне кәдімгі осындай қораппен келеді. Бұлай қорап сау, Қазақстанның осындай доставщиктері. Рахмет сіздерге, осылай жақсы әкелесіздер қораптарын. Кейбіреулерін жаман әкеледі. Міне енді қалай бірінші джойстиктен бастайық. Бісміллә. Міне ішінде өзі андай қалай болады. USB кабелі өзінің зарядкілейтін. Так, бісміллә. Ашайық қазір тест жасайтын боламыз. Бісміллә. Керемет. Керемет достар. Қолға керемет тұрады. Барлық жері пластика. Мына жағы қолда әдемі тұру үшін бұлай заттан жасалған, андай резинкадан. Мыналарда осылай. Былай. X, Y, A, V, Home қосатыны, Start, Select, былай жүреді, бәрі істеп тұр. Мынау үстіндегі R1, R2, L1, L2. Былай гонка жастарда былай. Қазір барлығына тест жасайтын боламыз. Так, енді бұны алдым. Мен негізі мынаның өзін, және де осы зарядкасымен бірге келетін еді негізінде. Бұның бағасы, мына заттарын алмағанда, мынаның өзінің бағасы бір 2000-2500 теңгеге шығады. Мына зарядкасы екеуі. Ал мынаны және де компьютерге жалғайтын түрін, мына компьютерге жалғайтын емен, және де сотканы ұстап қоятын подставкасын қосып алған кезде бағасы 4000 теңгеге шығады. Енді бұлай өкінбейсің алғаныңа, өте жақсы. 4000 теңге ондай қатты қымбатта емес. Так, қазір бір-бірлеп ашайық. Мынау енді компьютерге жалғайтыны, бұны айтпай қойын, барлықтарыңыз да білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Енді мынаны ашайық қазір. Бісміллә дейік, барлығында бісміллә деп ашайық. Міне бұл қалай тұрады? Бұл мына жақта қателеспесем қазір көрейік. Міне сиып тұр. Соны көресіздер. Қазір енді Bluetooth-бен жалғап көретін боламыз. Достар, өте керемет, маған ұнап отыр. Бұл айтпақшы, бұл өзінен келген кезде зарядкасы толып келу керек. Мен бұлай видео обзорларын қараған кезде бұның зарядкасы бір почти көп бір күнге ойнап отыра беруге болады. Ал көп ойнамасаң 2-3 күнге жетіп қалуы мүмкін. Зарядкасы өте керемет деп мақтап жатқан болатын. Оның барлығын алдағы уақытта көретін боламыз. Өте керемет. Алам десеңіздер сілтемесі төменде болады. Қазір тексереміз. Барлық распаковка жасап тастадық қой. Қазір тест жасайтын боламыз. Кеттік ал. Міне достар, жалғанды. Қазір көрсетейін. Міне достар, жалғанды геймпад деп тұр. Мен қателеспін, Y-пен Home'ды басып жіберіппін. Негізі X-пен Home'ды басады екен, сол кезде барып қосылады екен. Ал қосылды енді біз. Мен негізі осыған ойындар дайындап қойған болатынмын. Енді жайлап көрейік ал енді. Оппа достар, міне көріңіздер, қараңыздар.
не істеп тұр? Амен таңдайды. Классик па? Классик тосайық. Оп, базар жоқ, істеп тұр. Оригинал. Harbor. Қосылып жатыр. Оп, міне басталып жатыр. Play. Join it counter-terrorist. Мәссаған. Қайсысы мен атады қазір? Жона олақтыратын. Үйрен оламыз бәрін. Мен оружие ұстырады, мен. Так, и... Қайсысы мен атады? Міне R1 мен атады кен. Мына аяқпен оқытайды. Кеттік ал. Мен... ыңғайлы болу керек енді жалпы. Оп, ана бауырын не хабар. Оп, ана хедшот кетті. Әр ойын әртүрлі болады достар. Міне бүгінгі распаковка осы. Джойстик егер алам десеңіздер өте керемет, өкінбейсіздер. Тексерілген продавецтің сілтемесі төменде болады. Алып алыңыздар, өкінбейсіздер деген ойдамын. Білмеймін, енді өздеріңіз қарайсыздар. Әйтеуір мен осыны қанша алғым келіп күттім. Ой, бауырым былай тұр. Төтірке пышақ алайық. Уже қолым үйренісіп кетті. Мен бұрын соңында осындай джойстиктерді осы 5-6 ай болып қалды ұстағаныма. Онда да досымның PlayStation'ның ішінде осы достар, бүгінгі распаковкамыз осы. Joystick, геймпад деп қалай атағыларыңыз келеді, өздеріңіз білесіздер. Бұда негіз тағы да бір настройка болу керек, клавиатура. Бірақ білмеймін, енді бар артынан үйреніп жатармыз. Ол настройка анау-мынаудың барлығын. Ең бастысы келді, және де сау келді, соған қуанам. Және де барлық жер жақсы істеп тұр. Жаңағы тек қана бір ойынды көрсеттім, қалған ойындар көтере алған жоқ. Көтере алмағанда әркім әр ойынның өзінің мындай джойстикті көтеретін ішінде настройкалар болады. Жаңағы екі ойында ондай настройка құрмаған екен. 2017 жылы шыққандықтан мен сондай бар шығар деп алған тұғынмын, бірақ ондай настройка ішінде жоқ екен. Тек қана криктік Counter-Strike Portable деген ойынның ішінде бар екен. Ал бүгінгі распаковкамыз осы. Мынаны енді түсіндіру үшін хоумды басып тұрасыздар ұзақ. Қызыл сөніп қуады. Не? Болды. Мынаны бүйтіп жауып жібересіздер. Холя, болды. Ал, давайте достар, алам десеңіздер, сілтемесі төменде болады. Тексерілген сатушы. Давайте, келесі распаковкалерде және келесі қандай білмеймін. Осы видеоға 1000 лайк жинап тастаңыздар, және де тағы да осындай керемет қымбат нәрселерді ашатын боламыз. Кеттік ал достар. Сіздерге сенем, жинай аласыздар. Давайте.